Бұл өмірге келгеннен соң әр адам жетістікке жетіп, үлкен асуларды бағындырғысы келеді. Және сол жолда қаншама ауыр жұмыс жасайды, қаншама тер төгеді. Бүгінгі видео сол жолда жүрген бауырымыз Азамат Сапар туралы. Дайындалыңыздар, қазір ыстық болады. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his, it was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my walls. Азамат Сапар 2000 жылы Түркістан облысы Ақжол ауылында дүниеге келген. Азамат Сапар ағамыздан біз сұраған болатынбыз спортқа қалай әуес болғаны туралы. Азамат Сапар ағамыздың жауабы: жалпы бала кезден белтемірге әуес болдым, яғни турникке. Әкем үйдің ішінде, сыртында да белтемір жасап берген еді. Бастауыш сыныптарда 20-25 рет тартылдым. Сол кезде барлығы маған таңдана қарайтын. Кейіннен 2014 жылы бұл спорт түрі екенін ғаламтор арқылы білдім. Содан соң осы ғаламтор арқылы видеолар қарап, белтемірде және қос сырықта, яғни брусьяда түрлі элементтер жасай бастадым. Осылайша бұлшықеттерімді шынықтыра бердім. Әлі де шынықтыру үстіндемін. Мұндай трансформацияға түрткі болған белтемірге тартылуды бала кезден жақсы көруім. Және осы стрит воркаут спортымен таныс болғаным деп ойлаймын. Азамат Сапар ағамыз бірде былай айтқан болатын: алдағы уақытта спорт бағытындағы мақсатым әлемдік дәрежедегі спортшылармен бір сатыда болу және халықаралық сайыстарда бақ сынау, әлем чемпионы атану. Ал блог бағытында болса, контент сапасын арттырып, алдағы жылда 100 000 оқырман жинау. Қазіргі уақытта Азамат Сапар ағамыз 100 000 оқырман жинап қойды. Ал енді бауырлар, Азамат Сапар ағамызға сәл де болсын көмегімізді беріп, 1 миллион подписчик жинауға көмектесейік. Сілтемелер сипаттамада болады. Біздің арнамызға соңғы кездері ең көп қойылатын сұрақтардың бірі: жаттығу жасауға ерік-жігерім жетпейді, қалай тастамай жалғастырсам болады? Осы сұраққа Азамат Сапар ағамыз не дейді екен? Маған бірінші кезекте алдыма қойған мақсаттарым қуат пен мотивация береді. Мақсаттарыма бір қадам жақындаған сайын энергия мен талпынысым арта түседі. Ал қосымша мотивация алу үшін воркаутта топ дәрежеде жүрген спортшылардың видеоларын қараймын және табысты адамдардың сұхбаттарын көремін. Ал енді Азамат Сапар ағамыздың спортта жеткен нәтижелері, яғни силовой показательдері: тартылу 90 кг, брусьяда 140 кг, присед 190 кг. Келесі салмақсыз турникке 50 рет тартылады, брусья 100-ден астам жасайды, отжимание 110-120 шамасы. Азамат Сапар ағамыздан қалай жаттығасыз деп сұраған болатынбыз. Және де ол сұраққа Азамат ағамыз былай жауап берді: аптасына 4 күн жаттығамын. Қазіргі уақытта стритлифтинг спорты бағытында, яғни белтемір мен қос сырықта қосымша салмақпен жаттығуды қолға алдым. Ал жалпы жаттығуым тек осы белтемірде және қос сықырда өтеді. Азамат ағамыздың тамақтануы. Әрине, тамақтану бұлшықеттің өсуіне 80% ықпал етеді. Жалпы дененің сымбатты болуы және спорттағы прогресс көп жағдайда тікелей тамақтануға байланысты. Қазіргі уақытта студент болғандықтан тамақтану режимін қатаң сақтай алмаймын. Сонда да сақтауға тырысамын. Барынша ақуызға бай тағамдарды жеймін. Артық май жинап алмас үшін тез дайындалатын көше тағамдары мен сирек тағамданамын. Сізді химик дегенге не дейсіз? Химик деп айып тақса мақтану есебінде қабыл аламын. Қазірше 5 жылдық трансформация видеомнан прогрестің бірте болғаны дәлел. Стероид қолданатындар киберспорттағы читерлер сияқты. Оларды адал ойнайтындар дұрыс көзқарастан бағаламайды. Ал енді Азамат Сапар ағамыздан Игорь Войтенко туралы ойы. Бірде ВК-да прямой эфирде сұрақ қойған болатынбыз. Игорь Войтенко туралы не ойлайсыз деген. Войтенконы қарамаймын.
көбіне спортта жақсы прогресс көрсетіп жатқандарды қарау қызықтырады. Фитнес-блог болғаннан соң спорттағы прогресспен мотивация берген дұрыс. Сөзбен емес, іспен. Және де Азамат Сапар ағамыз туралы қызықты ақпараттар айта кетсек, ол күреспен де жалпы есепте 3 жыл айналысқан болатын. Осымен Азамат Сапар ағамыз туралы видео аяқталды. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сонымен қатар біздің және де Азамат Сапар ағамыздың инстаграмына тіркеліп кетіңіздер. Ол жерден бізге сұрақ қойып, бізбен жақынырақ таныса аласыздар. Ондай болса, сау болыңыздар.